Сәлеметсіздер ме? Баян аспабында орындау негіздері атты ашық сабағымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Сабағымыз бұрын аспаптың шығу тарихына қысқаша тоқталып өтейік. Баян аспабы тілшіктер гармонь семействосына жатады. 1821 жылы неміс шебері Фридрих Бушман губная гармошка ойлап табады. Бір жылдан соң сол аспапқа ортасына былғары мех қосады екен. Ол аспаптардың бірінші бізде суреттерде сақталған, өзің көріп отырғандай губная гармошкаға жаңағы мех қосылған. Сосын 1929 жылы гармоншы орындаушы Арланский Титаренко австриялық шебер Кирилл Демянның сұранысы бойынша бұл аспапты более усовершенствованный түрін ойлап табады. Ол аспаптар бізге оң қол қатарда көбірек ноталар, уже жаңағы тілшікті гармондардың орнына үлкен кнопкалар, клавиатуралар беріледі деп аталады. Ал 100 жылдан соң 1929 жылы орыс шебері суреттеу өстір баянның более усовершенствованный түрін ойластырып табады екен. Бұл аспаптар бізге қазіргі күнге дейін сақталған. Қазақстанның да түкір жерлерінен ол бізде табылады. Көне аспаптар зерттеушісі Болат Сарбаев бұл аспапты үрмелі аспаптар тобына жатқызып, оған сырнай деген атақпен қазіргі күнге дейін жеткен. Бізде қазір халық аспаптар арасында баян емес, көбінесе сырнай деп аталады. 20-шы жылдардан кейін Қазақстанда жаңағы өзіміз танитын Шашубаев, Қошқарбаев, Майра Шамшутдинова, Нартай Бекежан, естуім бар. Осы біздің шебер әншілеріміз осы аспапта Қазақстанға кеңінен танытқан болады. Енді аспаптың құрылысымен аспап екі бөліктен тұрады, оң және сол қатар. Оның ортасында жаңағы біз айтып кеткендей былғары, мех деп айтамыз біз орысша. Оң қатарда оң гриф, сол қатарда сол гриф. Және үш ремені болады. Екі иықтық ремень, біреуі кистевой ремень деп айтамыз. Сол жақ қолда. Біздің аспаптың Қазақстанда табылған, кейінгі қазіргі күнге дейін сақталған аспап оң аяққа горизонтальный түрленген. Біз отырған кезде былай емес, аспап тұрмау керек. Ремені тағамыз. Және клавиатура оң аяқтың тұсында тұрады. Аспап жылжымау керек. Аспаптар біз кішкене оң аяққа опора жасасақ болады. Мехті ашып жатқан кезде аспап ешқайда қимылдамайды. Біздің оң қолмен ешқандай аспапты ұстамаймыз. Оң қол бос тұру керек. Ойнағанға ыңғайлы. Оң қолдың қойылымы, кисть, сосын білек, плечевое, предплечье, кисть. Сосын мына жерде білек, қол барлығы ровно. Мына жерде қателік суреттер бар. Кисті жоғары көтеріп алған. Бұл дұрыс емес. Немесе кисті төмен түсіреді. Ол да орындау, олай да орындау дұрыс емес болып табылады. Сосын аспапты біз естественное положение қойдық. Осы положение, видишь? Осы аспаппен осылай. Ол барлық аспаптарда осылай. Скрипачтарда естественное положение жоқ. Ешқандай олар былай жасамайды, былай ойнамайды. Домбырашыларда да тоже осындай ровно. И баянистерде де, пианистер сияқты ровно положение дұрыс берілген. Мына жерде кішкене шұңқыр деп болады, алақанда. Осындай положение. Бос ұстап болды. Осындай положение. Мына жерде дұрыс положение бар. Жанынан қарағанда, үстінен қараған кезде, а мына дұрыс емес положение. Мына тоже дұрыс емес. Видите, кисть изогнутая. Кисть майыстыр, ол дұрыс емес. Мына жерде кисть жоғары көтерілді, ол дұрыс емес. Бұл суреттер, 6-шы суреттер бізге дұрыс емес, жарамайды. Сол қол қойылым. Ременді біз тағып болған соң, то же самое. Қол деген ровно болу керек. Мына жерде дұрыс берілген, а мұнда дұрыс емес. Өйткені кисть кішкене көтеріліп тұр, кішкене көтеріліп. Үшінші суреттегі дұрыс емес, төртінші сурет естественное положение. Қолымыз бос тұру керек.
Енді бізге үй тапсырмасына не берілген? Гамма. Гамма. А гамма дегеніміз не? Гамма деген 7 дыбыстың тәртіп бойынша тоникадан тоника дейін қайталанып жүру тәртібі. Молодец. Бізге гамма соль мажор және ми минор берілген болады, не? Кіртіп қандай? Фа диез. Тек бір кіртіп белгі фа диез болады. Біз гамманы қазір 3 октавада ойнаймыз. Бастап көрейік. Гамма орындау барысында біз 3-ші октаваға жеткенге дейін дыбыс күшін постепенно күшейтеміз. Крещендо деп аталады. И одан ол келген дыбыстан ары қарай күшейтеміз. Тәртібі өте плавно, өте бір негізде жүреді. Сосын соль мажорға параллельный минор қандай болады? Ми минор. Ми минор. Ми минордың кірпік белгілері екеуінде бір. Енді минордың негізгі 3 түрі болады, аттарын атай болады? Гармонический, мелодический, натуральный. Натуральный. Біз қазір гармонический минор ойнаймыз. Гармонический минорда қандай саты болып өзгереді? 7-ші саты өзгереді, міне. Ре диез, да? Ми минорда 7-ші саты ре диез. Ал мелодический минорда 6-ші және 7-ші. Обратно біз оны натуральный ойнаймыз. Пока что давай гармонический минорды ойнайық. Миден бастап. Соль. Төрт саусақ ми. Аппликатураның өзінің жүру тәртібі бар. Саусақ дұрыс болған кезде ғана біз гамманы тоқтамай ойнауға мүмкіндік аламыз. Келесі түрі қандай? Бағана айтылған. Мелодический. Обратно ойнаймыз. Натуральный. Пожалуйста. Енді обратно, например, үй жұмысы орнында қалады, соль мажор және ми минор, тағы да дайындалу керек. Дауыс алу тәртібі жақсы, бірақ ноталарды қателесіп отырсың. Нотаны іштен айтып отыратын болсам, оңайлы болады деп ойлаймын. Біздің жаңа тақырыбымыз өзіміз класста ойнап жүрген этюдті қазір талдаймыз. Этюд деген француз тілінен алғанда машықтандыру, изучение деген сөз. Ол значит әртүрлі жаңағы техникалық мүмкіндіктерді арттыру үшін, шыңдау үшін берілетін осындай шығарма түрі екен. Этюдтың концертный этюд түрлері де болады. Сосын жаңағы дербес шығарма өз алдына ретінде қабылданады. Енді біздің берілген этюдіміз скрытый аккордтарды разложенный бетке берілген. Скрытый аккорд деп отқанымыз бірінші аккорд ля минор. Біз айттық қой тональность ля минор. Сон. Аккорд түзілгенде ля минор. Перемещение. Есть аккорд. Аккордты, значит, бір-бірлеп арпеджиаты жаңағы тәсілмен аламыз. Сондықтан бұл жерде скрытая тема болады. Бірінші ноталарды біз ұзақтықпен алған штилями вниз. Бірінші ноталарды ұстау арқылы біз осы бірінші нотаның ішінен скрытая теманы тауып отырмыз керек, тыңдауымыз керек.
Енді тыңдаған кезде мына былай мына слабая доля ми, келесі сильный доляға бару ля, келесі ляға бару керек. Тыңдау орындау барысында сен соны тыңдауға тырыс. Таким образом, ля, до, ми, ляға барып. Осындай темалар арқылы біз постепенно үнемі қозғалыс үстінде отыруымыз керек. Сонда 16 ноталар үзілмеген күйінде бір бөліктен келесі бөлімге қарай жетіп отырады екен. Тағы да тыңдап көрелік. Енді сен тыңдап көр, бірінші скрытый темаларды тыңдаймыз, және слабый доля бір доляға қарай жүріп отыру керек. Мына жерді қоса ойнағанда. Ми баста, ми, фа, соль, ля. Доны үзбейміз, хорошо? Доны үзбейміз. Өйткені біз рені бірінші саусақпен алдық қой. И доға сенде уже екінші саусақ достық бар. Еще раз, осы екінші тақтан баста ғой. Өзгеше, я? Басқа да ре, си. Ляға бар. Осы жерден тоқтаймыз. Бұл бірінші бөлім болады. Қорытындылай келе, бұл шығармада біз слабая доля, сильная доляға бару керек, и одан бөлек скрытая тема, общая основная теманы тыңдауымыз керек. Динамикалық белгі дегеніміз грек тілінен аударғанда күшейту, значит, дыбыс күшімен жұмыс жасау. Дыбыс күшін азайту немесе арттыру дәрежесін айтамыз. Шығарманың мазмұны мен табиғи болмысын орындаушылық ерекше дыбыс күшейту немесе азайту дәрежесі арқылы динамикалық белгілерді құрайды. Бізде жаңадан шығарма Молдован халық биі сырба деп аталады. Осы шығармамен жұмыс жасап көрейік. Сразу уже баста. Раз, пиано и крещендо. Еще раз, и форте, пиано, крещендо, пожалуйста. Форте, пиано, на форте. И уходи на пиано сразу же. Пиано, Акельмин, сиди дiminuendo. Форте, потом diminuendo. А нужно сразу форте, сразу ушли керек. Ал. Әлде. Ала салысымен уже мехті босатасың. Вот. Крещендо қайда? Ұмытып кеттім ба? Ага, ал. Раз, пиано, крещендо. За такта начнем. Аккорд мецефорте. Пам, соль, диез. Соль, диез, главное. Звуки нужны. Крещендо. Аккорд алып қола салсын. За такта, пожалуйста.
Раз. Дыбыстың жаңағы особенно половинка да бізде сол динамикалық белгілер беріледі мына жерде залигованы төрт болғанмен половинкаға жақын иә енді осының бәрін тағы да бір рет қорытындылайық басынан бастап ре си до ре 16 аккорд. Раз, два, три, пауза. Ми, ре, си, до, ре, ре, си, до, ре, осы жерге дейін. Бұл жаңағы молдаван халық биінің кіріспе бөлімі болады. Бүгінгі сабақты түсіндік па? Значит, шығарманы орындау барысында біз дыбыстың шығу тәсіліне, сосын жаңағы горизонтальдық, вертикальдық дыбыстардың естілу тәсіліне, мына жерде скрытый темалар бар, гармониялар бар, полифониялық жаңағы көп дыбысты шығу тәсіліне, жаңағы гармония таза болуына, және динамикалық белгілерге көңіл бөледі екенбіз. Одан тыс аспаптың жаңағы дыбыстың шығу тәсіліне. Ол үшін бізге қазақша көрік деп айтады, орысша мех, мехтың көмегі өте көп.